Сәлеметсіздер ме бастауыш сынып оқушылары? Бүгін сіздермен қазақ тілі пәні 53-ші сабақ, тақырыбымыз баяндауыш деп аталады. Баяндауыш. Балалар, өткен сабақ бастауыш тақырыбын өткен болатынбыз. Бастауыштың сұрақтары кім-кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Ал енді біз кеше киіз үй туралы да мәтін оқыған болатынбыз. Сол киіз үйдің 5-ші жаттығудың жалғасы, қазір 9-ші жаттығу. Мен оқимын, балалар, сіздер тыңдай қойыңыздар. Киіз үй тегіс жерге тігіледі. Ол үшін алдымен керегелер шеңберлене керіліп, бір-біріне таңғышпен біріктіріп байланады. Содан кейін есік орнатылады. Керілген керегені айнала басқұр тартылады. Бұдан соң үйдің тура ортасында тұрған қолында бақаны бар қарулы жігіт шаңырақты жоғары көтереді. Көтерілген шаңыраққа айнала уық шаншылып, оның екінші басы керегеге байланады. Оған киіз жабылып, үстін арқанмен бастырау тартып байлағанда ғана киіз үй тігіп болды деп есептеледі. Балалар, қарамен жазылған сөздерге мұқият қараймыз. Тігіледі, байланады, орнатылады, тартылады, көтереді, байланады. Бұл сөздерге балалар не істеді, не қылды деген сұрақтар қойылады. Олай болса, бастауыштың іс-әрекетін, қимылын, жай-күйін, оқиғаның болған шағын білдіретін сөйлемнің тұрлаулы мүшесі баяндауыш деп аталады, балалар. Оның сұрақтары не істеді, қайтеді, қайтты, не істемек және тағы да басқа. Баяндаушқа мысалдар, балалар: оқыды, оқып отыр, ойнады, жазды, сурет салды және тағы да басқа мысалдар келтіруге болады. Олай болса, 11-ші жаттығу. Бізге, балалар, мынадай екі сөз берілген. Бұл екі сөз, балалар, кім, не сұрақтарына жауап беретін бастауыш. Енді біз осыған қасына сөз қоямыз, яғни баяндауыш қоямыз. Мысалы, оқушы ойнады, оқушы сабақ оқыды және тағы да басқа сөздер қоямыз, балалар. Ал енді астындағы су сөзіне де қасына баяндауыштар қоямыз. Осыны, балалар, дәптерге көркем етіп жазамыз. Келесі жаттығу, балалар, 12-ші жаттығу қараймыз. Бізге кесте берген, құрамында Б және Л дыбыстары бар сөздер құрастырып айтамыз. 5 әріптен, мысалға, бірінші сөз бұлан деген, немесе бұлақ, болды және тағы да басқа. Бұл бастауыш, баяндауыш болсын міндетті емес, балалар. Әйтеуір сөз құраймыз және оны оқулықтағы үлгіге қарап сөйлем құраймыз. Мысалға, бірінші сөз бұлан деп алдық па? Бұлан орманда мекендейді. Бастауыштың астын бір сызықпен, баяндауыштың астын екі сызықпен сызамыз. Балалар, біз тамағымызды түсінген-түсінбегенімізді анықтау үшін мынандай сіздерге семантикалық карта беремін, балалар. Мында сөздер жазылған, сөздер не бастауыш, не баяндауыш екенін анықтап көрсетеміз. Бірінші, Айжан. Дұрыс айтасыздар. Кім деген сұраққа жауап береді? Демек, ол бастауыш. Екінші сөз, оқыды. Бұл не істеді деген сұраққа жауап береді. Демек, бұл баяндауыш. Келесі, үшінші сөз, биші. Бастауыш, жазды. Баяндауыш, секірді. Бұл да баяндауыш. Өйткені, балалар, бұл не істеді деген сұрақтарға